Достар. Мына жерде спавнер бар ма? Ё-моё. Достар, біз нағыз шахтаны тауып болдық. Қауіпті әлем, бәріңе сәлем, сендермен емсем. Бүгін мен өзімнің керемет қауіпті әлем атты выживаниямды жалғастыратын болам. Егер достар естеріңде болса, біз өткен бөлімде керемет бір шахта тапқан болатынбыз. Енді сол шахтаға бүгін барамыз. Оғашына сундукты көрсете салайын. Мынандай бір көп деген заттар тапқан болатынбыз. Мінекей железо көп. В общем, осындай ресурстар таптық. Енді осы жолы тағы да бір нормальный заттар табамын деген ойдам. Енді қазір мен өзіме железный кирка жасап алайын. Железный киркамды сынқап. Соған байланысты шахтада қазір қиындық болуы мүмкін. Қазір былай железный кирка жасаймыз. Мына. Енді достар, қазір мен әзірге поза қоймаймын. Себебі мына шахтаның қай жерде екенін сіздер біліп көрулеріңіз керек. Сондықтан мен қазір былай жолмен барамын. Сіздерге көрсетейін, сол шахта қайда екен. Өткен бөлімде біз дәу каньон тауып алған болатынбыз. Сол каньонға қазір барамыз. Так, осы мынандай бір дөңдерден өтеміз. Мына судан да өтеміз. Тезірек барып, шахтаға барып, өзімізге керекті көп деген ресурстар жинап алайық. Содан соң барып, не істейтінімізді сосын білеміз. Может, достижение орындайтын шығармыз. Так, достар, анау жақта біздің шахта, қазір барамыз ояққа. Мына жақта шахта, бірақ бұл жерде ештеңе тапқан жоқпыз біз, өкінішке орай. Так, ану, бір жұмыртқа. Тауықтан жұмыртқа түсіпті, өте жақсы. Так, осы жерде болу керек. Иә достар, міне. Осы жерде мына бір тамақты жеп алайық та. Енді мына шахтаға түсейік. Осы шахтадан біз көптеген ресурстар жинаған боламыз. Енді қазір сол ресурстарды қазір біз аралап көреміз. Так. Осы жердің бір жерінде каньон болған. Мінекей достар, каньонның өзі де таптық. Мына жерде достар, мен автопрыжокты өшіре салайын. Әтсем бізге қатты слишком кедергі болады. Енді аяқта мен түсетін не жасап қойғам, типа лестница сияқты. Оны осылай. Так. Мінекей достар, өте керемет каньон. Енді біз мынандайларды жинап алайық. Не екенін де білмеймін. Так, мынау что-то алмазный киркамен алынады сияқты. Я достар, бұл алмазный киркамен алынады. Және де былай мынандай угольдар жинаймыз. Мынау не? Тим ор. Лазурит достар, лазурит бізге өте керек. Зачаровать еткенде, себебі мынандай суперорстың бір лазуритінен, мынандайдан 32 лазурит шығады. Ол өте керемет деген ойдам. Қасына көтеріп, мыналарды қазып алайық. Мынау не екен? Так. Что-то ештеңке түскен жоқ. Демек белгісіз не екен. Былай шығамыз да, мына алтынды да алайық. Енді достар, осы жерде біз алмаз тапсақ өте керемет болып кетеді сияқты, себебі алмаз арқылы біз неше түрлі достижение орындаймыз. Так. Мына суды мен өшіруім керек. Өшіре салайыншы. Қиналмайық. А то қазір шыққанға ыңғайсыз болады бізге. Так. Су ішті, су ішті. Бірақ мына лаваны өшірмейміз. Лава бізге керек. Кейін тағы да бір нәрсе жасаған кезде.
міндетті түрде керек болады. Енді достар, біз лазуритке байдық. Лазурит. Енді мына каньонның арғы шетіне барып көрейік, қандай нелері бар екен. Көрейік. Так. Крипер. Ол қайдан жүр? Ай, жарайды. Жөнді хпда кетірген жоқ бұл крипер бізге. Ачытты өте үлкен каньон сияқты. Өзінің күшті болып тұр. Насуыт жабасылайық, қиналмайық. Жоғынан бекер қойыппын. Қазір былай шығамыз да. Оппана. Ол достар. Маңында жабасылайық. Базар жоқ. Көптеген опыттар жинап алдық. Бізде әзірге 24 опыт. Оның барлығын сачировалкада керек болады бізге. Рахна бір жаманына Рейн Майнердегі модтың супер орыстарға істемейді. Өкінішке орай. А то былай қиналып жүрмеуші едім бе. Мінекей. Шын лазуриттің өзінде тауып алдық. Енді қазір факел жағайық. В общем, біз сосын көптеген достиженияларды орындаймыз. Ол қандай достижение десеңіздер, сосын алдағы уақытта көресіздер. Armor Plus деген достижениялар бар. Өте күшті. Қысқасы байдық десек болады, қателеспеймін. Емай, мынаны алмазды ойлағам ғой. В общем, оның барлығын үйде зерттейміз. Зерттеп, толығымен қарастырамыз. Так, мына жер не? Мына жерде шахталар біткен. Мұнысы өте жақсы. Так. Былай. Көріп шығайық. Достар. Мына жерде спаунер бар ма? Ё-мое! Достар, біз нағыз шахтаны тауып алдық. Мәссаған. Қатты таңғалып тұрмын, кәдімгідей. Ё-мое, мынаңарыңыздар кәдімгідей шахта. Вот это да, ё-мое. Енді осы жерден алмаз тауып алсақ, вообще болады. Базарын еді. Так, в общем, заттардың бәрін жинап алайық тезірек. Өте қатты қуанып тұрмын, достар. Керемет. Так, мына железаның бәрін алайық. Қазір, достар, екінші келгенде осы шахтаға келеміз. Себебі мына жердегі барлық ресурстарды жинап, үйге тезірек апарып тастау керек. Уф, ё-мое. Мықты лава тұр екен. Бірақ ол лаваға біз мән бермейміз. Мына жаққа барамыз. Мына жақ что-то тупик сияқты. Я, достар, тупик. Тонарды былай қазып алайық. Опана, өте базармен. Әзірге орай бастамасы жақсы шахтаға походымыз. В общем, нормально қазір. Енді мына жақты көрейік. Мына жақты зерттеп кішкене. Қалай өтсек болады. Сонымен мына лаваны жабайын. Оның орнына факел қойайық. Газ бітіп қалса дағы. Так. Мына үстіне бір қандай жол апарады екен. Байқауымша, біз өте жақсы шахта тауып алдық деген ойдамын. Я, достар, тупик. Бұл да тупик. Так, бұлай енді қайта жолда көптеген ресурстар жинайық. Өзімізбен бірге. Мінекей мынаны да жинайық. Ресурстарға байдық десек болады. Оппана. Мынаны ұмытып бара тұрмын.
Итак, углға біз қан жемейміз, угл бізде өте көп. Осыны астына түспей қойық. Астына түсіп жүргенше сосын кейін бара саламыз, асықпай. Маған ең қызығына не болып тұр? Шахта. Кәдімгідей нағыз шахтаны осы жерде тауып отырмыз. Ол өте керемет. Так. Былай аралап жүреміз да. В общем, достар, қазір біз үйге барып келейік. Содан соң ана шахтаға баратын шығармыз. Так, мынасын шығаспайын. Ана типа кішігірім не сияқты екен қазір өзімізге палкамен не жасап алайық, хотя бы кішкене болсын. Факел. Хатым тұқымы факел. В общем, достар, шахтадан шахтаға көбейіп жатыр. Мынаны былай қоямыз. Мынау не? Так, оникс дейбі, бір нәрсе дейді. Так, уже біздің железный киркамыз сынды. Енді әзірше каменныймен жүрміз. Мынау дегеніміз өте керемет екен. Шахтадан шахта тауып жатырмыз. Енді сол шахтада адаспай жүруіміз керек бізге. Қазір оға дейін мен үйге барып келейін. Скелет тұр. Аны қолына не соған ол? Ё-моё. Не мына? Мен железный мечім 6 урон. Мынау 9 урон дейді. Мәссаған достар, өте керемет. Енді достар, мен қазір паузаға қойын. Үйде кездесеміз. Сонымен 1, 2, 3. Мінеки достар, мен үйіме де келдім. Енді қазір менде тағы да бір кішігірім ой болып тұр. Мен қазір тағы да осындай супер пештілерден бір-екеуін жасаймын. Себебі менде железо көп. Несіне уайымдаймын. Так, мынаны қайық қойсам болады. Мынаны былай қоя тұрайын. И мына жерден қазір мынаны қоя тұрсам. Так, железо алайық өзімізге. 29 железо жетеді. И в общем, супер пеш жасаймын. Зато бізге керек болады. Мінеки. Оппана. Базар. Мыналардың барлығын қоя салам. Мынау не айрон клустер дейді. Бұны қазір қайнатуға бола ма екен көреміз. Мынаны қою керек. Мына железный меч енді достар бізге керек емес те. Себебі 9-5 урондық мынау стон хаммер деген. Болған кезде бізге жиналардың бәрі керек емес. Айтпақшына жұмыртқаны да қояспайын. Так. Сөйтсем мына жерлерде угл жоқ екен. Угл. 17, 12. Почти 1,5 стак углды аламыз да. И бұны қазір 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлу арқылы 4-5-ке де саламыз. Мынаған мынау. Мынаған бұлай. Енді мынаған салып көрейік. Не шығады екен бұдан? Байқап көрейік. Что-то айрон клустер дейді. Железный слиток. Ну, енді понятно, железный слиток шығатын. Айрон тир. Так, мынаған көппен орда қосайық. Енді мынаған. Әзірше углды қосамыз. Сосын мына супер айрон орда қосамыз мынаған. Ал мынаған мынаны қосайық. Мынаған біз мынаны қосатын болсақ, мынаны қосамыз. Ол достар, базар жоқ. Пока бұлар қайнап піскенше біз енді не істейміз? Біз енді бағанағы шахтаға қайттан ораламыз. Бірақ алдымен өзімізге не жасап алайық. Қалай жүр? Палка.
сол арқылы өзімізге железный кирка жасап аламыз. Біреу емес, екеу жасаймыз. Себебі бізге өте керек. Так, неге? И достар, мен өзіме поножи жасай салайын. Опа. О, базармен. И поножимен болса, мен өзіме щит жасай салайын. Себебі қазір тағы да көптеген мобтар кездесе, солармен төбелесуге тура келеді. Сондықтан... Ой, блин. В общем, былай. Я, достар, өте керемет болып тұр. Так. Болды. Аны 2-ге қоямыз. 3-ге қоямыз. Болды. Енді қазір достар, мен пауза қойын. Бағанағы шахтаға қайттан барайық. Шахтаны зерттейік. Ішінен көптеген ресурстар табайық. Сонымен 1, 2, 3. Сонымен достар, мен мына шахтаға келдім. Енді шахтаның қазір оң жағына ма, сол жағына ма барамыз. Енді қазір біріншіна оң жағын көре салайын. Нелер бар екен. Мына астыға жүретін жол, мына жерде тек қана лава. Жарайды достар, мына енді жолы сол жағына барып көрейік. Факелді алып алып. Так. Бірақ сол жақ тупик екен, өкінішке орай. Тупиктен көз ашпайтын болдық. Амал жоқ, оң жағына барамыз. Оң жағында бізді бір күшті приключение табады деген ойдан. Мына жаққа түсейік. Біз бірінші шахтаның барлығын осветить етіп, сөйтіп алайық, сосын руданың барлығын асықпай жинайтын боламыз. Енді достар, бұл жерде алмаз тауып алсақ, мен уже таң алмаймын, себебі осындай шахталарда алмаздар көп кездеседі. Так, мына жерде суды жабу керек. Бұл үшін маған... Так, достар, мына жерде болмай жатыр. Мына жерде железный дорога. Бұны железный дороганы кейін аламыз. Бізге ачивка орнағанға керек болады. Мындай сындыра салайық. Сөйтіп барып, міне суды жаба салайық. А то бізге өте қатты кедергі болып тұр. Так, мына жақта пауық көп екен. Мынаның барлығын қалай етсе болады екен. Бәк дейді, мынау не екен? Тамын. Ашыққа өдің достар, ішінен пластинка түсті. Мына жерде достар спаунер тұр екен. Ол үшін қазір мына щитті тағып аламыз да. Білейм, маған өкінішке орай су керек болып тұр, себебі мына тордың барлығын сумен жабуымыз керек. Естісем болады. Одан үшін мен версақтан қылыш жасай салайын, сол қылыш арқылы нелерді етсілам, паутиналарды кетіре салам. Так. Осылай. Енді аны аламыз да, қазір пауықтар келетсі. Так. Мына жерде достар пауықтар шыға беріп жатыр. Мына баласы бәле екен. Бұлай. Ой, блин. Мә, өл. Мынау бір проблема болды. Су болғанда әттең. Су арқылы. Оп, бәрекелді. Так, мына пауықтың баласы бәле болды. Енді әттең су болғанда мына паутинаның барлығын су арқылы жойып жіберер едім. Жарайды, ештеңе етпейді. Ой, мынау қайдан жүр? Тамақ жеп әлденіп алайық. Қазір
шахтаны аралауды жалғастырамыз. Так, мына жер тупик. Тупик емес екен мына жер. Так, мына жерде зомби тұр. Бергел. Менен қашаңдық қойды тағы. Сундук. Вот это да, сундук тауып алдық. Сундукты барып аралап көріп келейік. Не бар екен? Ау не? Очень түсініксіз не екен? Уголь. Ау не? Замедление дейді. Что-то мына жаққа жақындамау керек сияқты. О, рельстер. Рельстер де бізге өте керек. Так, тұра берсін өзі. Ағай, что-то менің өте жоқ сияқты. Жоқ. Мына жаққа барамыз. Амал жоқ. Так, мына жерді көре салайық. Ау не? Не? Ой, блин. Құрбысқа. Мындай шөптерді алмау керек. Ой, мен мына жосағана не дейін ба деп ойлап тұрсам. Вообще үстімен аттап бастау керек екен. Ол түсіндім. Опыт бар. Маған әзірге уголь керек. Себебі уголь арқылы мен не жасаймын өзіме? Факел. Бірақ былай қарап отырсам мына жерде аса ештеңке жоқ. Сондықтан былай шетпен барып бағанағы жаққа барамыз. Так, мына жақты көрейік. Мына жерде что-то ештеңке жоқ сияқты. Артқа қайттық. Міне уголь. Бірақ енді бізге бұндай уголь керек емес. Өзімен бірге уголь алып жүру керек еді. Бірақ уголь бар екен. Өте жақсы болды. Угольмен қазір факел жасаймыз. Осылай. Оппана. Так. Қазір түспей отырайық. Так, мына жерде тоже аса ешнеге жоқ екен. И мына жақта факел тұр екен, что-то или бұл жаққа мен бардым ба? Так. Достар, мына өте базар жоқ шахта екен. Астында лава бар екен. Енді мә осы жол алмас тауып алсам. Сундук. Ішінде рельстер тоже көп екен. Түсіндім. Анын былай қойырсамыз. Так, мынаны лақтыра саламыз. Мынау не? Windcast дейді. Так, бұны көре салайық. Там бізге гнилая плоть берді. Өте түкке пайдасы жоқ нәрсе екен. Әшінде бір нормальный зат бере ма да ойлап едім. Бірақ мынау да тупикқа айналды. Әзірге орай. Так, былай байқап отырсам, мына жерде түк жоқ сияқты. Бірақ енді достар, уже бізге берілген уақыт аяқталған сияқты. Енді қазір мен үйіме тезірек жетіп алайын, себебі келесі бөлімде біз уже осы шахтаны тереңірек зерттейміз. Бірақ өзім осы шахтаны тауып алғанына өте қатты қуанып тұрмын. Енді қазір мен тезірек үйіме жетіп алайын. 1, 2, 3. Сонымен достар, мен үйіме келдім. Уже түн батты. Қазір мен өзіме не жасап алайын? Қалай жүр? Сундуктар. Себебі өте керек, уже мен сундугым бітті. Ой, блин. Так, на пластинканы лақтырасың. Опа.
Енді мынаны былай қоя саламыз. Аның үстіне қоя салайық. Мен не істеп отырмын? Дану гүлбану. Мына не шыққанын қараңыздар. Базар жоқ заттар шықты. Осылай. Мыналардың барлығын сала салайық. Оған дейін мыналардың пештегі заттарды алып, уже менің инвентарыма даже сыймайды. Тимур. Аны былай аламыз. Мыналарды былай алайық. Алып керек емес жерге қоя салуымыз керек. Уже барлығын алып алдық. Так. В общем, достар, мінекей өздеріңіз көріп отқандарыңыздай біз осындай бір достиженияларға жеттік. Өте бір күшті шахтаны тауып алдық десем де болады. Енді достар, келесі бөлімде сол шахтаны біз тереңірек зерттейміз, қарастырамыз. Тіпті кім біледі, алмас тауып алатын да шығармыз. Ал енді достар, сіздермен бұл моментте сем лайк қойыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментария жазыңыздар. Ең бастысы, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.